500-ден 1000 танкі болсын. Ол Қытайға сен 1000 танкіне, сен 500 танкіне Қазақстанның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін кепілдікті беретін жалғыз нәрсе ол атом ядро қару. Ал біз оны жаңа Назарбаевтың тұсында оны біздің экономикамыздың қауқары жете ме? енді беттеріне түкірдім деген осы ғой. Түкірдім деген осы. Осы елдің саяси өміріне араласып жатыр ма қазір? Халықты қорқытып тастады. Түрмемен, абақтымен, штрафпен, бас бостандығын шектеумен. Армысыз көрермен, бұл мәлім подкаст. Бүгінгі шығарылым АЭС және әлемдегі геосаяси ахуал мәселесіне арналып отыр. Бұл тақырыпты саясаткер Уәлихан Қайсаров ағамызбен талқылаймыз. Қайырлы күн, аға. Қалыңыз қалай, бәрі жақсы ма, аман есен? Мынау тақырыбымызға кіріспес бұрын, мынау кеше депутаттар каникулға кетті. 8-ші шақырылымның депутаттары 3-ші сессияны аяқтап, қорытындылап каникулға кетті. Осы бір саяси кезеңге қандай баға берер едіңіз? Енді жалпы негізі оны екі жағынан баға беру керек. Бірінші жағынан өзінің атқарылып жатқан заң қабылдау жұмысы, ал екіншісі оның саяси мәні. Заң қабылдау жайында енді былай жаман емес деп айтуға болады, бірақ қабылданған заңдардың ең бастысы салық кодекс болып тұр. Сол салық кодекс болғаннан кейін біздің бизнесмендерге көп қосарлаған құнға салық көтерілді. Ең өкініштісі соғанда болып тұр. Былай басқа нелерді қарағанда көп наразы жоқ. Керісінше мына рақымшылық жайлы туралы заң қабылданды. Ол көп адам қазір сол неден абақтыдан шығатын болады. Енді біз білеміз ғой, диктаторлық режим болғаннан кейін көп адамдар ұсақ түйек заң бұзушылықпен сотталады, митингіге шықса да сотталады, бір ауыз ашып, бір билікке жағымсыз сөз айтса да, ол үшін де сотталады. Сондықтан бұл кезде осы рақымшылық туралы заңға сүйене отырып, көп адамдар бостандыққа шығады. Сол негізі, енді бір жағынан салық кодекс деген ол өте қиын жағдай болып тұр. Ал екінші рақымшылық, ол заң қабылдау орган ретінде. Ал мына саяси орган ретінде, әрине, біздің парламент өзінің әлсіздігін көрсетті. Өйткені АЭС-қа байланысты өзінің сөзін халыққа, халықпен бір ауыздан шыққан сөзін айтқан жоқ. Сондықтан мына Ресейге көп наразы, халықтың атынан наразы шығып жатқан сөзден олардың аузынан шыққан да жоқ, парламент депутаттарынан. Сондықтан осы саяси тұрғыдан парламент өзінің әлсіздігін дәлелдеді. Осы АЭС-ті Росатом салат деген дүниеге қалай қабылдадыңыз? Енді АЭС бізге керек емес қой. Мүмкін келешекте керек болатын шығар, мүмкін. Бірақ бүгінгі таңда ол керек емес, өйткені ең басты проблема бізде су ресурстар жоқ. Жалғыз Балқаш көл деген су ресурсымыз бар. Бірақ ол оған өзіне қазір қауіп төніп тұр. Өйткені мына Қара-Іле деген өзеннен бізде қазір 1 миллиард кубометр су толық келмей жатыр. Өйткені ол өз шекарасынан оны өздеріне қарай бұрып тастады да. Сондықтан біз бұрын 5 миллиард кубометр болса, қазір 4 миллиард кубометр ғана сол Балқаш көліге су ағып жатыр. Сондықтан бұл Балқаш көлінің өзінің бір ішкі проблемасы бар, Қазақстан проблемасы болып тұр. Ал оның үстіне тағы да қазір атом электростанция қойылатын болса, ол Балқаш көл әбден жойылып кетуі мүмкін. Сондықтан біздің ең басты проблема сол су проблема болып тұр. Әрине, егер мұхиттың жағасында болғанда, бір үлкен теңіздің жағасында болғанда, оны мысалы салуға болады шығар.
Ал екіншісі проблема бұл бізге оны қай компания салады? Мысалы, мына орыс компания Росатом деп тұр ғой. Мысалы, мен оған өте қанағатталған жоқпын. Өйткені олардың тәжірибесі қазір мүмкін бар болса да, бірақ олардың технологияларына қазір қол жетімсіз болып тұр. Олардың санкцияға байланысты. Егер мына оңтүстік Корея салған кезде, Жапония салған кезде, мына Французда салған кезде мүмкін басқаша болар еді. Бірақ мына шекаралас Қытай екінші АЭС-ті салам деп жатыр, мына шекаралас Ресей АЭС салайын деп жатыр. Ол ертең бір қиын жағдай болып қалған кезде алдымен олар сол АЭС-ті өздері басып алады да, сосын бізге өзімізге Қазақстанға шантаж жасайды. Ол мына саяси тұрғыдан болашағымыздың, келешек ұрпақтарымыздың алдындағы ол үлкен қатерлік деп ойлаймын. АЭС-тің екінші кезеңінде Қытай салады деп отыр ғой. Оған да қатысты көзқарасыңыз солай болып тұр ғой. Солай отыр, өйткені меніңше шекаралас мемлекет бізге АЭС-ті салмау керек. Шекаралас мемлекет. Өйткені ертең Алла сақтасын, бірақ ертең соғыс боламы болмаймы, оған кепіл кім береді? Оған мен де бере алмаймын кепіл, сіз де бере алмайсыз, оны қазіргі отырған президент өзі де бере алмайды. Мысалы, ертең жағдай қалай болып кететінді. Мысалы, күні кеше ғана 39 жыл Польшаны бірігіп Германиямен келісудағы оны шабуыл жасап екіге бөліп тастады ғой. Өзара келісіп алып, ертең өзара Ресей мен Қытай мысалы келісіп алса мысалы, біз оған не істей аламыз? Біз оған қарсы не қоя аламыз? Оған мысалы кепілдік кім? Ертең олар ондай неге келісімге өзара келмейді деп кім айта алады? Мен айта алмаймын мысалы. Өйткені керісінше мына Қазақстан жер көлемі білесіз ғой, қаншама 3 миллион шаршы километрге жуық жеріміз бар, 20 миллион бар ма жоқ па халықтың саны бар, оның ішінде қазақтардың өзі 13-14 миллион мысалы, осыншама жерді олар ертең айту мүмкін. Айналдырған бір Мәскеу қаласының халықты сол бір аралға бәрінен қуып жинап тастайық, сол аралдың несін жағасына тұра берсін. Қалған жерімізді өзіміз бөліп тастайық деп. Ол мүмкін бе? Мүмкін. Ол мүмкін емес пе? Мен білмеймін. Сондықтан алдын ала 5-6-10 жыл бұрын қараудың қажеті жоқ қазір. Ең азы 150-200 алдын ала қарау керек қазір. Оған қарап саясатымызды өзімізді құруымыз керекпіз. Ертең болашағымыз ұрпақтарымыз қандай болады деп. Сондықтан ертең 5 жылдан кейін электр қуат болмай қалады деп қазір неге АЭС-қа қызығып кетуі деген ол үлкен саяси қателік. Ең болмаса 75 жылға алдын ала қарау керек. Ең аз 75 жылға қарау керек. Осы ғасырдың аяғына дейін қарау керек. Сол кезде қалай болады екен деп. Енді жалпы негізі АЭС-ті ол консорциум соғады деп отыр ғой енді. Бұл бірінші кезеңде Росатом болса, екінші кезеңде Қытай, содан кейін оңтүстік Корея, мүмкін Франция деген секілді өзге де мемлекеттер қосылуы мүмкін. Бұл бір жағынан қайта керісінше Қазақстанның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бір жоба болмай ма? Қазақстанның қауіпсіздігін егер сол консорциум болып соғатын болса, бұл жерде әр мемлекеттің өзінің интересі болады. Оларға тура орталық Азияның жүрегінде тұрған бір мемлекетте апаттың болып жатқаны қажет жоқ. Жарайды, онда мына Украина мен Ресейдің соғысын көрейікші қазір, алдыда бір күн ішінде Запорож атом электростанцияны басып алды. Атом электростанция қандай кепілдік берді Украинаға? Керісінше қазір сол Запорождың атом электростанция өзі Ресейді қуаттанып жатыр, электр қуатпен. Неге Украинаға көк тиын жаңағы несі бір электр киловатт түсіп жатқан жоқ. Керісінше олар қазір неге Ресей әскерін сол жерден қуа алмайды, өйткені оған жаңағы зеңбірекпен, зымыранмен атуға болмайды. Олар өздері орыстар Ресей кіріп алды, сонымен жаңағы өзінің қалқан жасап алды өздеріне. Көріңіз бе? Сондықтан атом электростанция кепілдік қамтамасыз етеді, ертең болашақты деген ол бекер сөз. Жалғыз бүгінгі таңда кепілдікті беретін жалғыз нәрсе ол атом ядро қару. Ал біз оны жаңағы Назарбаевтың тұсында, Назарбаевтың кесірінен біз одан айырылып қалдық. Бітті. Одан басқа бізге ешқандай кепілдік жоқ та, ешкім бере алмайды, ешкім бергісі келмейді.
Сондықтан өз обалымыз өзімізде, шын айту керек. Біз Назарбаев кезінде сол таққа отырған өзіміз қазақпыз, өзіміз халқымыз, өзіміз қойдық, оны өзіміз шыдадық, оны айтқан істегеніне көндік. Сондықтан қазір бәрі Назарбаев кінә, бірақ онымен қоса біз де кінәміз. Мен де кінәмін, сіз де кінәсіз. Бәріміз мына қазір еңкеп несін төсекте тұра алмай жатқан кемпір шалға дейін олар да кінә. Біз неге, мысалы мен есімде бар 90 жылдардың кезінде біреуге Назарбаев қарсы сөз айтсаң, ойбай сен Назарбаев қарсысың ба деп, өзіне пәле шабады. Өзіне шабуыл жасайды. Және Назарбаев қарсы, қарсы ой, әңгіме болды ғой, ойбай Назарбаев ертең келсе өлеміз деп. Кетті Назарбаев, өлген жоқ қой ешкім. Сталин кетті, Гитлер кетті, бәрі кетті, ешкім өлген жоқ. Ал мына қазіргі 70-тен 80-тен асқан қазір кемпір шалдарыңызды сұрап көріңізші қазір. Жоқ, орда болған жоқ, болды бәрі. Мен білемін, екі көзімен, екі құлағыммен естігенім бар. Сонда қазіргі көбінесе ана коммунист кезінде коммунист болған нелер ғой, комсомол болған активистер. Солар ғой Назарбаевты қолпастап, ойбай, нұреке деп. Қазір билікте отырғандар бәрі сол Назарбаевтың жаңағы несін нөкерлері болған. Сондықтан Назарбаев жалғыз, Назарбаев, ол оңбаған, шын мәнінде оны соттау керек, ол даусыз. Мен оны толық қолдаймын, ондай сөзді несін іс-әрекеттерді, бірақ онымен қоса біз ел болып, біз өзіміз кінәміз. Сондықтан ядро қарудан айырылдық па, бізге сол керек. Енді оны қайтадан жаңғарту керек. Оны қалай істейміз? Иран мысалы ядро қару жасаймын деп отыр, не болды түбінде? Не деуші еді? Солтүстік Корея мысалы, ядро қаруын жасаймын деп не болды? Мысалы санкция астында қалып қойды. Ал ертең қазір біз ядро қару жасаймыз дейтін болсақ, не болады? Қалай болады? Бізге санкция салса, біз одан мүлдем шықпай қаламыз. Өйткені қалған Қытай санкция салса, Ресей санкция қосылса, бітті, өлдік деген сөз. Аштан өлеміз керек болса. Ұзын сөздің қысқасы осы. Сондықтан кім Назарбаевтың өзі, Назарбаев қасында жүргендердің бәрі қазаққа, қазақ жерге, қазақ елге, қазақ мемлекеттілігіне жасаған қастандық өтте сонда шексіз баға бере алмайсыз оған. Өйткені ол соншама ол 500-ға мысалы 1000 жылға бұрын жасаған қастандық. Енді бізге ядро қару жасау деген бізге мен білмеймін қалай жасауға. Бірақ негізі тырысу керек, қалай болса да. Бір абсолюттік түрдегі қару жасау керек, немесе мына әуе әскери күштерімізді күшейту керек, әскерімізді күшейтуіміз керек. Біздің экономикамыздың қауқары жете ма? Соны айтсаңызшы, жетпейді. Мысалы Қытай мен Америка мысалысы қайда, біздің 1000 есе неден Америка мысалысыға, мысалы 1000 есе әлсіреу Америка мысалысыға. Қытаймен қанша бір 300 есе шығар, осы Ресей мысалысыға 8 есе экономикамыз төмен. Ал Ресейдің экономикасы Қытайдан қанша 16 рет па төмен. Біз экономика қалай біз оларға конкуренция жасай аламыз? Жасай алмаймыз. Тек қана өзіміздің қазақтардың жаңағы қазір білім беру керек, олардың деңгейін көтеру керек, оқыту керек, шетелге жіберу керек. Мына Япония сияқты болуымыз керек. Енді Япония сияқты, оңтүстік Корея сияқты амалды жасамасақ, басқа бізде ешқандай амал жоқ. Енді референдум болды, АЭС салынатыны енді анық жайт болып тұр ғой, енді ол құжат. Болды, болды. Оған да біз кінәміз. Оған да біз халық болып біз кінәміз. Қарсылық көрсеткендер бар, жақтағандар да бар. Референдум нәтижесін бұрмалауға жол бердік. Далаға шықтық па? Шықпадық. Шыққандар не істеді? Қамап тастады. Қалғандар қайда болды? Қалғандар қойшы бас аман болсын, үйде отырды. Бүкіл кінә өзімізден. Басқа сырттан іздеу, кінәлі адамдарды іздеудің қажет жоқ. Бәрі өзіміздің кесірімізден, биліктің кесірімізден, өзіміздің жаңағы жалқаулықтан, өзіміздің түк істегісі келместіктен, бас аман болсындықтан, шүкіршіліктен, тәубешіліктен, сол бүкіл проблема өзіміз жасап отырмыз да. Жалпы, тағы бір сұрақ, осы
АЭС жобасы жалпы іске асатын жоба деп ойлайсыз ба? Оны аяқтала ма бұл? Бізде енді неше түрлі бір ірі жобалар қолға алынды, бірақ аяқсыз қалып жатты ғой қаншама уақыт. Оған Ол аяқталады, оған ешқандай күмәнім жоқ. Өйткені оған мүдделі, ең бірінші Ресей өзі мүдделі. Екіншіден, екінші АЭС-қа ол Қытай мүдделі. Өйткені мен айтып ғой, ертең АЭС деген ол үлкен жаңағы енді дубинка деуші ме, жұдырық мысалы, иә. Бір жерді Қазақстан, бір жерді ұстай алатын бір сондай бір орын болып қалады да. Тура сондай болып қалады. Түк істей алмаймыз. АЭС-ті басып алса, бітті, айтқанымыз істейміз. Ал жаңа енді біздің экономикалық әлеуетіміз жетпейді деп айтып отырмыз ғой енді. Біздің экономиканы тежеп тұрған кім? Қалай кім? Үкімет қой. Үкімет қой енді, бәрі үкіметке байлау болып отыр ғой. Заң қабылдайтын үкімет, оны іске асыратын үкімет, бағыт жасайтын үкімет, енді үкімет қой енді, қалай болса да. Халықты, мемлекетті басқарып отырған үкімет қой, сол басындағылар үкімет, соларға байланысты. Бірақ екінші проблема сол үкіметтің басында отырғандары кім? Сол басты проблема. Ол патриоттар ма? Жоқ немесе жемқорлар ма? Олар өз отанын сүйе ме, жоқ әлде өз қалтасын сүйе ме? Олар өздері қазақтың жерін қалай ма? Тұруға, жоқ әлде басқа шетелде тұруды қалай ма мысалы, иә? Олар емделгенде Қазақстан поликлиникаларда, емханаларда емделе ме, жоқ әлде сыртқа барып шетелде емделе ме? Олар өздерінің балаларын Қазақстанда оқыта ма, жоқ әлде шетке апарып сыртта шет елдерде оқыта ма? Мінекей осыдан көруге, осыдан байқауға болады ғой, иә? Егер өз Қазақстанда балаларды оқытпаса, өз Қазақстанда өзі емделмесе, онда бітті, Қазақстан ол екінші сұрыптағы мемлекет деп олар есептеп жатыр. Ал егер арнайы заң қабылданса, мемлекеттік қызметкерлері неден сыртқа шығуға оларға тыйым салынса, отбасылардың мүшелеріне тыйым салынса, емделу тек Қазақстанда, білім алу тек Қазақстанда, мысалы, шетелге ақшаны шығаруға тыйым салынса, жылжымайтын мүліктерді, автомобильдерді тек қана Қазақстанда болу керек десе, онда басқаша болатын еді. Ал оны айтатын оны айтады ғой, әй дейтін қожа, әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ, көрдіңіз ба? Ал ол бұл парламенттің іс-әрекет болу керек. Үкімет ол әлбетте өздерінің қолдарын сұқпайды, мысалы, ұрмайды өздерінің қолынан. Ал оны айтатын, оны жасайтын парламент. Ал бізді парламентте өткен депутаттардың өткен түрін қалай болатынын біз бәріміз білеміз. Шын мәнінде халықтың сөзін сөйлейтін депутаттар жоқ ортада, бір-екі саран болмаса, көбісі сол сайлау нәтижесінің бұрмалауымен өткен депутаттар болып тұр, немесе саяси партиялар, шын мәнінде оппозициялық партия, халықтың сөзін сөйлейтін партиялар, мысалы, олар парламентке өту түгіл, олар тіркемейді Қазақстанда. Көрдіңіз бе? Сондықтан осындай жағдай болған кезде, әлбетте біздің Қазақстан үкіметі, Қазақстан мемлекеті, ол деген бәрі далбаса сөз. Мына ресми түрде, декорация түрде бізде шекарамыз бар, әнұранымыз бар, елтаңбамыз бар, атазанымыз бар, президент, үкімет, парламент бар. Бірақ ол тек қана декорациялық түрде. Ал шын мәнінде оның ішкі дүниесі қандай? Олар Қазақстанға тәуелді ме, жоқ әлде басқа мемлекетке тәуелді ме олар? Олар Қазақстан халқының әлеуетін жағдайын көтереміз деп жүр ме, жоқ әлде өздері немесе шетелден келген инвесторлардың жағдайын көтереміз деп жүр ме екен деп. Сондықтан бұл үлкен терең тұжырымдама, оны көрдіңіз ба? Енді қазір жоғарыда осы несін талқылайтын, қозғайтын, мысалы, мен тұлғаны көріп тұрған жоқпын. Керісінше, қазір мен айтып көрсейінші, сіз айтып көріңізші, не істер екен, мысалы. Көрдіңіз ғой, Фейсбукте, Ютубта қаншама журналистер, қаншама белсенділер, қаншама немқұрайлы қарамайтын азаматтар, мысалы, қаншама айтып жүр ғой, олар не істеп жатыр? Түрмеге қамап, штраф салып, думанды қараңызшы, думанға не істепті?
қаншама онымен қоса басқа журналистер, мына белсенділер далаға шығып жүреді, олар не істеді? Мына Жанболат Мамайдың мысалы 7 жылға ма не ана бас бостандық несін шектеу несі жаза берді. Ондай сияқты адамдар көп. Сондықтан меніңше бұл үлкен бұл жалпы ұлттық проблема. Бұл ең басты қазақтардың проблемасы. Мен мысалы былай ойлап отырмын да, қаншама митинг болып жүр, қаншама наразы болып жүр. Көбінесе тек қана наразы білдіріп жүрген ол біздің өзіміздің қара көздеріміз. Енді өзім сондай бір наблюдение болып тұр да, басқа мысалы мен көп тұрған жоқпын. Сондықтан бұл ең басты ол өзіміздің қазақтарымыздың проблема болу керек. Болу керек демес, негізі өзіміздің қазақтарымыздың бірінші ең өзіміздің проблемамыз ол. Өйткені басқа ұлттарды мысалы мен байқауым, Назарбаев тұсында да болсын, қазір тұсында да болсын, көбісі солардың ауыздарына қарап саясатын жүргізеді бізде. Ол Қытай не дер екен, Ресей не дер екен, іште қазақ емес адамдар не дер екен деп, солардың ауыздарына қарап, солардың саясатын жүргізіп жатқан сияқты көрінеді маған. Мүмкін мен қателесіп отырған шығармын, мүмкін. Бірақ өз ойым сондай. Енді қазір президент те, үкімет мүшелері де, халық мемлекет саясатына араласып жатыр деп айтқанды жақсы көреді ғой. Сіздің ойыңызша халық осы елдің саяси өміріне араласып жатыр ма қазір? Халықты қорқытып тастады. Түрмемен, абақтымен, штрафпен, бас бостандығын шектеумен, отбасының мүшелерін қудалаумен, қуғын сүргінмен халықты қорқытып тастады. Әсіресе мына соңғы қаңтардан кейін, әсіресе осы қанша 3 жыл болды ма, әсіресе осы 3 жылдың ішінде әбден халықты қорқытып тастады. Полиция нелердің құзыретін күшейтті, прокурорлардың, судьялардың құзыретін күшейтті, ұлттық қауіпсіздік комитетінің құзыретін күшейтті. Ал халықтың құзыретін ешнәрсесі күшейткен жоқ. Керісінше штраф, кредит, аурухана, больница, рассрочка. Осы тұста тағы бір нәрсе еске түсіп отыр. Өткенде енді еңбек министрі келесі жылы ең төменгі жалақыны Қазақстандағы кемі 5.000 теңгеге көтереміз дейді. Енді Қазақстандағы ең төменгі жалақының 90.000 теңге болуы қаншалықты бір заң дүние деп ойлайсыз? Енді ол күлкі нәрсе ғой, оны айтпау керек еді қайта ондайды. Енді беттеріне түкірдім деген осы ғой. Түкірдім деген осы. Құрметті көрермен, сіздің ойыңызша Қазақстандағы ең төменгі жалақы көлемі қандай болу керек? Бұл сұраққа қатысты пікіріңізді біздің пікіріңізді білдіре кетіңіз, және сұхбатымыз ұнап жатса лайк басып, біздің арнамызға жазылып отырыңыздар. Уәлихан аға, енді мынау қазір көріп отырмыз, маңайымызда енді көптеген шиеленістер болып жатыр. Оның жаңағы 3 жылдан асты жаңа Украина мен Ресей арасындағы қақтығыс, мынау Иран мен Израиль арасындағы қақтығыс. Енді бірақ екеуінің де бір бітетін, бір бітімге келетін түрі жоқ. Әлі бұл соғыс қаншаға созылуы мүмкін деп ойлайсыз? Енді әзірше бітпейді. Ол бітеді деп айту өте қиын. Керісінше мына Иран мен Израиль келісімшартқа тезірек келер, Украина мен Ресейді салыстырғанда. Өйткені Иран негізі олардың ең бас негізі дін ғой болып тұр, дін болып тұр. Ал дін деген ол ең сонда бір халықты біріктіретін, халықты қорқытатын, халықты рухтандыратын да ол дін болып тұр. Сондықтан Иран рухын сындыру өте қиын. Иран экономикасы да аз емес, қанша 90 миллион ба халық бар оның ішінде. Сондықтан ал Израиль салыстырсақ, Израиль шағын бір мемлекет, оның жаңа Израиль
жана әскери ұшақтар Израильді неден 2 минуттың ішінде несі неден батыстан неге шығысқа дейін әуемен ұшып кетеді. 2-ақ минут көрдіңіз, ол сондай шағын не мемлекет. Сондықтан ол бір жағынан Иранды Израильді Америка құрама штаттары мысалы қолдап жүр, бірақ Иранды да қолдағысы келеді Америка, Трамптар мысалы, келісім шартқа отырғысы келгісі келеді. Өйткені Иранда егер ол ертең ядролық қару жасайтын болса, ол үлкен қауіп. Сондықтан Иранды қаншама қорқытса да, бірақ Ираннан қорқады. Сондықтан қорыққаннан Иранмен қалай болса да келісім шартқа олар келуге мәжбүр. Өйткені білмейді ядролық қару негізі бар ма, жоқ па. Жоқ болса қандай деңгейінде, мысалы бүгін дәл оқыдым, 60%-ға дейін несі байыту деңгейі көтерілді уран мысалы, кейбіреулер 80%-ға дейді. Ол белгісіз, он жаңағы несі барлау қызметкерлер оны анықтай алмай отыр. Сондықтан анықталмай отырғаннан кейін олар әрине қаймығады Иранның. Сондықтан Иранға қалай болса да келісімге келуге олар мәжбүр болады. Мүмкін бір осы жылдың аяғына дейін келуге мүмкін шығар. Ал Ресей мен Украина көрдіңіз бе, олар екеу Путин басқарып отыр ғой. Ресей өзі ядролық держава. Сондықтан Ресей ешкімнен қорқпайды, әскери жағынан. Ешкімнен қорқпайды. Ол тек қана экономикалық жағынан қорқады. Ал Украинада ядролық не жоқ, қару жоқ. Сондықтан Ресей Украинаны бітіргенше тырысады, жойып тастауға дейін тырысады. Өйткені біледі, оған ешкім, Ресейге ешкім ешнәрсе істей алмайды. Соғыс ашпайды ешкім. Тек қана санкциямен олар ойлайды, біз санкцияны мысалы қалай болса да әйтеуір санкциядан біз шыдап өтеміз деп. Ал Украина шыдамайды. Сондықтан Украинаның немен Ресеймен келісім шартқа қашан келетіні ол әлі белгісіз. Сондықтан біреулер 5 жыл десе, 6 жыл десе, ол да әбден мүмкін. Ол да әбден мүмкін. Келесі жылда біте ме, біте. Меніңше ең басты ол Путин өлгенше соғыс бітпейді. Соғыс Путинге керек болып тұр дейсіз ғой? Енді ол Путиннің өзінше сол айтылған ар-намысқа тиетін нәрсе болып тұр ғой. Енді өзінше ар-намыс деп ойлайды, қабылдайды. Ал негізі ол саясаткер ондай нәрсе болмау керек қой. Саясаткерде тек қана дипломатиялық құзыреті, қабілеті болу керек. Кейде мысалы бас изеп, кейде мысалы көкірегін көтеру керек, көрсету керек. Ал Путинде ондай жоқ қой. Ол тек қана менмін деген адам ғой. Ол диктатор. Диктаторлар көбісі сондай болады. Егер дәл осылай жалғаса берсе, әлі біраз уақытқа жалғасады деп әбден болуы мүмкін. Әбден болуы өкінішке орай, Украинаны мысалы қазір егер Европа қолдауды тоқтатса, бітті Украина шын мәнінде сол 2-3 күн ішінде бітетін жағдай ғой. Экономикасы, өйткені өздерінің экономикасының жағдайы қазір өте сондай бір қиын жағдайда болып тұр. Егер дәл осылай жалғасса, біздің күйіміз қандай болады? Біз енді Ресеймен достығымызды үзе алмаймыз, бас тарта алмаймыз одан. Біздегі ахуал қандай болады? Бізге енді екі алпауыт мемлекеттердің ортада ойнаудан басқа еш жол жоқ, амал жоқ. Не Қытаймен ойнауымыз керекпіз, не оған қоса Ресеймен ойнауымыз керекпіз. Өйткені басқа бізде амал жоқ, басқа көршіміз жоқ. Өзімізді қорғайтын қару жарақ, ядролық қару бізде жоқ. Әскердің саны да жоқ. Шекараларының жаңағы Қытай мен Ресейді қосқанда 9000 шақырымнан астам шекара болып кетеді, көрдіңіз бе? Сондықтан Құдай сақтасын, енді тек қана осы Абылай хан сияқты Ресейдің басынан сипап, арқасынан жаңа қағып, сен де жақсың, Қытаймен де дәл сондай арқасынан қағып, басынан сипап жүруіміз керекпіз. Одан басқа амал жоқ. Оны не істесеңіз де, не айтсаңыз да, қалай болсаңыз да, қазір сіздер комментаторлар қаншама нелер боттар жазады, бірақ ұзын сөздің қысқасы осы. Құдай берген екі алпауыт бар,
көрші Ресей мен Қытай бітті, одан біз қаша алмаймыз. Қалай болса да олармен тату ортақ сөзіміз табуымыз керекпіз. Бітті. Басқа амал жоқ. Польшаны көрдік қой, мына Гитлер кезінде. Бірінші дүние соғыс 4 империя жоқ болып кетті ғой. Мына Түркі империя жоқ болып кетті, Герман империясы жоқ болып кетті, Ресей империя жоқ болып кетті, Ресей империя өзі, я, Австро-Венгр империя жоқ болып кетті. Ал қазір 3-ші дүние соғыс басталса, мысалы, немесе ол басталмай қойып, мысалы, Қазақстан қазір бір жағынан Қытай, бір жағынан орыстар келіп, Польша сияқты бөліп тастаса, не істейміз біз? Бізді кім қорғайды? Америка қорғай ма? Керек емес. Европа қорғай ма? Керек емес. Түркия қорғай ма? Күмәнданып отырмын. Әйтеуір бір мит сияқты анау обеспокоенность, озабоченность, анау бір нелерін сөздерді бастайды. А одан бізге не пайда? Сондықтан өзіміздің қару-жарақтарымызды, өзіміздің жаңағы ядро қаруымызды қайтаруымыз керек. Немесе өзіміздің экономикамызды көтеруіміз керек. Немесе ядро қарудан басқа бір сондай бір абсолюттік қару ойдан шығаруымыз керекпіз. Басындағы әңгімеге оралып отырмыз ғой, қайттан депутаттар туралы әңгімеден бастап едім ғой. Енді сессияны аяқтады, бірақ бұл жолы да Қазақстанның қарулы күштерін күшейтуге, қару-жарағын күшейтуге, жалпы сол қорғаныс саласына бөлінетін қаржы көлемін көбейтуге қатысты ешқандай бастамалар болған жоқ. Иә, мен болмаса мысалы, мына кім Тоқаев оны істемесе істегенде жоқ шығар. Бірақ мысалы, өткенде Ресей Украинаға шабуыл жасаған кезде оған айтты ғой, Бухаресттік, Будапешттік меморандумға қол қойдың ғой деп, иә? Сонда Путин не деп айтты? Біз сол меморандумды әлі ратификациялаған жоқпыз деді. Ол біріншіден, екіншіден, меморандум деген ол келісім шарт емес. Ол тек қана жай бір сөзбен, я, солай болсын деген не ғой? Ол әңгіме. Меморандум деген ол келісім шарт емес. Ол жаңағы заңды тұрғыдан қарайтын болсақ. Ол тек қана еске салу деген сөз. Және де ол меморандум Ресей айтты ғой, біз оны біздің Госдума оны ратификациялаған жоқ. Сондықтан бізде мысалы ядролық қарудан бізді бас тарттық қой. Бізде де меморандум бар. Сондықтан Қытайға бару керек, Қытайдың CZP сұрау керек. Осы меморандумға жаңағы қайтадан кепілдік бересің бе, бермейсің бе? Я берем дейтін болса, онда, пожалуйста, китайский парламенттен ратификация жаса. Америкаға бару керек, Америка кепілдік берді. Кепілдік бересің ба? Жанартасың ба кепілдікті? Жоқ, жанартпайсың ба? Жанартсан, онда Конгресстен ратификация өткіз. Ал егер ойын бастаса, онда бізде толық құқық өзіміздің ядролық қаруды қайтадан жаңғыртуға толық құқығымыз да бар, мүмкіндігіміз де бар. Егер олар жаңағы ратификация жасамаса, кепілдікті қайтадан жаңғыртпаса, онда ол бас тарт деген сөз. Ал олар бас тартса, онда біздің не проблема? Бізді бас тартамыз сол меморандумдан, онда бізді ядролық қаруымызды қайтадан жаңғыртамыз, қайтадан жасайтын боламыз. Мінекей, ұзын сөзді ең болмаса осы болу керек та. Ал кезінде Назарбаев мысалы, қазіргі депутаттар осы мәселені көтеру керек. Я, біз кезде ядролық держава болды, әлемде қанша 3-4 ядролық держава болды. Ядролық қарудан бас тарттық па? Я, тарттық. Онда міндетті түрде Біріккен ұлттар ұйымының және қауіпсіздік кеңесіне мүше болуымыз керекпіз. Міндетті түрде. Ал келісесіңдер ме? Келіспейсіңдер, онда ядролық қару бермейміз. Бас тартпаймыз. Өйткені ол кепілдік, біздің кепілдік. Ядролық қару кепілдік айырылсақ, онда мына Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің постоянно члендері ғой. Үнемі мүше боламыз деп. Немесе осы мәселе қазір тағы да көтеру керек. Кеш емес, ештен не дейді, ештен кеш жақсы. Сондықтан қазір неге көтермейді? Отыр ғой дипломат. Неге осы мәселелерді көтермейді? Отыр ғой парламентте қаншама үкімет сайлаған депутаттар, иә? Әкімдер. Неғып үндемейді? Неге осы мәселелерді көтермейді?
Қалай ойлайсыз енді осы келесі мынау 1 қыркүйектен бастап жаңа сессия басталады ғой, сол кезде осы қорғаныс саласына көңіл бөлу туралы бір жаңа бастамалар көтерілуі мүмкін ба? Енді жан-жақта болып жатқан жағдайлардың барлығын көріп отырмыз ғой ол. Мен сізге айтайын, Нұреке, бар ғой, Нұреке, мен сізге айтайын, ол тағы да қазір комментарий жазады ғой жазғыштар, әсіресе нұрботтар, оны шын айту керек, біздің Қазақстанда сен әскерді қаншама көтерсең де, қаншама танки жасасаң, самолет жасасаң, бәрібір жеткілікті деңгейге біздің шамамыз алдағы 50 жылда келмейді. Не толық бәріміз аш жүріп әскерімізді жасауымыз керек. Бәрібір оған технология керек, бәрібір оған жаңағы ақша, қаражат, экономика керек. Ал бәрібір толық экономикамыз мына әскери рейсіге жаңағы егер бұрылатын болса, орналатын болса, экономикамыз неден дамиды? Ал қазір жарайды 500 танкі бар, жарайды 5 жылдан кейін 500-ден 1000 танкі болсын. Ол Қытайға сен 1000 танкіне, сен 500 танкіне, 5000 танкі дегенне, ол түк емес. Сондықтан 500 танкі бар ма? Онда ертең 50.000 танкі жасау керек. Бүгін қанша? 50 ұшақ бар ма? Ертең 500 ұшақ жасау керек. А сен 50 ұшақтан тағы 5 ұшақ қоссаң, толку не? Еш пайда жоқ. Қазір мысалы 50 миллион солдат бар ма? Жарайды, ертең 100.000 солдат болсын. Олар не істейді бәрібір? 10 миллион Қытай кірсе, 2 миллион орыс кірсе, 50.000 дегенне, 100.000 дегенне толку. Сондықтан бұны басқаша тұжырымда көз қарасымен қарау керек. Бүгінгі әскер солдаттардың санымен есептелмейді, технологиямен болу керек. Мысалы, егер сол айттым ғой, ядролық қару жоқ, жарайды, болды. Енді басқа бір қару іздеу керек. Мына қазір Қытай жасап отыр ғой, углеводородный ма, көміртегіден қару жасады ғой. Сондай сияқты бір немесе лазер қару жасау керек. Енді Қазақстанның армиясын қанша күшейтсек те ешқандай одан пайда жоқ деп айтып отырсыз ғой енді. Енді жаңа өзіңіз айтпақшы бір жаңа қаруды жасау үшін қай бағытта еңбек еткеніміз дұрыс? Қандай қаруға көңіл бөлгеніміз дұрыс? Енді бар ғой, соңғы 100 жылдың ішінде өткен соғыстарды егер зерттейтін болсақ, қазіргі болып жатқан соғыстарды зерттейтін болсақ, болашақта болатын соғыстың түрлерін зерттейтін болсақ, меніңше тек қана қазір әуені кім қадағалайды, кім бақылайды, әуені кім қолға ұстай алады, сол мемлекет өмірде жеңімпаз болып шығады. Еш уақытта ешкімге жеңілмейді. Сондықтан меніңше өзінің фундаменталдық жаңағы ғылым бар ғой, әскери ғылым тек қана сол әуеге бағыттау керек. Меніңше мүмкін лазер қару сияқты бірдеме болу керек. Өйткені лазер еш уақытта жаңағы нысаннан басқа жерге атпайды. Тек қана өзінің жаңа несін бағыт қалған нысанды, мысалы ракета бола ма, зымыран бола ма, соны еш қателеспей атады бір немен, сәулемен. Адамдар болсын, солдаттар болсын, танкі болсын, тек қана меніңше, әрине мен әскери қатты маман емеспін, бірақ мен инженермін. Сондықтан инженер ретінде мен айтып отырмын, сол әуені бақылайтын меніңше алда тек қана лазер қару керек. Ол бір жағынан қауіпсіз қару сияқты, өйткені ол енді атом қару емес қой, бірақ осыны ойлану керек, осыны ойдан жастарды шақыру керек. Ол және қатты ақша көп, мысалы қажет етпейді. Ғалымдарды шақырсаңыз, нелерден изобретательдерді шақырсаңыз, мысалы инженерлерді шақырсаңыз, ол аса көп қатты ақшаны қажет етпейді. Әлбетте қарудың өзі ақша шығаруына мүмкін ақша керек болып қалады шығар, бірақ оның алдымен оны ойланып табу керек. Одан жаңа несін, образецін, түп нұсқасын жасау керек алдымен.
Содан кейін одан кейін ол абсолюттік қаруға айдалып кететін болса, онда әлемде мың жылға, ең аз 1000 жылға бейбіт өмір әлем орнатылады. Өйткені абсолюттік қару тапқаннан кейін ешбір мемлекет, ешбір басқа мемлекетке басқыншылық жасамайды. Өйткені ол абсолюттік қару. Қазір мысалы ядролық қарудың өзі мысалы көп мемлекеттер мысалы ұстап жүр ғой, қорқытып жүр. Ал егер абсолюттік қару лазер сияқты болатын болса, онда құдай біледі 1000 жылға бейбіт орналатын әлемде. Ел көзінен таса бір жасырын сондай бір қару жасау, жалпы зерттеу жүргізу мүмкін бе қазір? Ол біз қаруланып жатсақ, маңайымыздағы көршілердің көзқарасы қандай болады? Жоқ, енді көрдіңіз бе, ол лазерге ешқандай конвенция жоқ қой, мысалы, тыйым салынған. Ол тек қана ядролық қаруға мысалы тыйым салынды. Сондықтан осыны пайдалана отырып, ал біздің қазақтың жігіттері, мен сізге айтайын, әлемде ең мықты, ең ой тапқыш ол біздің қазақтың жігіттері. Оны мен қазақ болғаннан кейін айтып тұрған жоқпын. Ол шын мәнінде солай. Ең мықты жаңағы ой тапқыштар ол біздің қазақтың жігіттері, әсіресе мына қазіргі жастар. Сондықтан оларға тапсырма берсеңіз, бүкіл әлемнің ғылым бәрін қопарып тастап, олар табады. Бірақ тек қана оларға сондай бір ынта беру керек, рух беру керек та, мүмкіндік беру керек. Мінекей жігіттер қанша 50 жігіт жинады ма Қазақстанда? Ал мінекей сендерге, мінекей бір санаторийда 5 жыл тұрыңдар өмір. Еш нәрсені ойламаңдар. Толық сендер қамтамасыз етем деп. Тек қана мына осында маған қару шығарыңдар 5 жылдың ішінде. Сталин кезінде концлагерьге адамдардың инженерді отырғызып жасатты ғой, 2-3 айдың ішінде мысалы, Гитлер де сөйтті. Бірақ ол кезі қандай, о заман қандай, олар қорқытып жасатты мысалы, ал қазір керісінше ынталандырып жасатсаңыз, әсіресе қазір жастар олар не ғой анда, қандары қайнап тұр ғой, өздерін самореализация дейді ғой, мысалы. Белсеніш шақырсаңыз өздері ақ келеді. Мен осылай істер едім. 5 жылдың ішінде абсолютті қару шығаруға. Енді шығара алмасам, әйтеуір бір чирк-чирк жасауға болады. Одан кейін арғы жаңағы кәсіпорындардың өнеркәсібін арнайы жасап, оны істеуге болады. Құрметті көрермен, бұл мәлім подкаст бүгін бізге саясаткер Уәлихан Қайсаров ағамыз қонақ болды. Біздің арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.